Шынымды айтсам, мен жалқау адаммын. Кейде мен жаңа жобаларды әрең қабылдаймын. Өзімді бірдеңе жасауға және бір жерге баруға мәжбүрлеймін. Менің күндіз күні бойы компьютерлік ойындар мен әлеуметтік желілерде отырған күндерім болды. Сізге айтар кеңесім, таңертең ерте ояныңыз. Мен мұндай әрекетке қол жеткізе алмадым. Бірақ біраз уақыт өтті. Ал менің таңым таңғы сағат 5-те суық душтан басталатын болды. Мен денемді жаттықтыруға, видео түсіруге, жақындарыммен сөйлесуге, тіпті кітап оқуға уақыт бөлетін болдым. Қалай мен бұндай өзгеріске жете алдым? Мен ең жалқау адам бола отырып, кенеттен қалай өзгеріп кеттім? Және осының бәрін шаршамай қалай жасаймын? Сіз де мен сияқты өміріңізді түбегейлі өзгерткіңіз келсе, мен айтқан ережелерді бүгіннен бастап жасап бастаңыз. Ал ендеше видеоны соңына дейін көріңіз. Мәселе мынада, мен өзімді мүлдем мәжбүрлемеймін. Мен бұл әрекеттерді автоматты түрде істеймін. Бұл әрекеттер менің әдетіме айналып кеткен. Бүгін мен сізге өміріңізді танымастай етіп қалай өзгерту керектігін айтамын. Сонда сіз де бәрін автоматты түрде жасайтын боласыз. Техника әдеттегідей өте қарапайым және жалқау өзгерістердің әсері деп аталады. Таңғы сағат 5-те будильниксіз және сергек болып оянғыңыз келеді делік. Бірақ оның орнына әдеттегідей түнгі сағат 1-ге дейін теледидар немесе әлеуметтік желіде отырыңыз. Бірінші қадам, бастапқы нүктені бекітіңіз. Мен түнгі сағат 1-де жатамын. Енді бұл сіздің нормаңыз. Екінші қадам, өз нормаңызға үйреніңіз. Бір апта бойы әрқашан түнгі сағат 1-де жатыңыз. Үшінші қадам, нормаңызға кішкене өзгерістер енгізіңіз. Бір аптадан кейін төсекке 5 минут бұрын ерте барып ұйықтаңыз. Тағы бір аптадан кейін, тағы 5 минут бұрын барып, ерте ұйықтаңыз. Сіздің денеңіз өзгерістерді сезбейді. Өйткені бұл статистикалық қателік. Осындай әрекетті 1 жыл істегеннен кейін, сіз кешкі сағат 9-да тұрақты жатып, өлі адам сияқты ұйықтап кететініңізге кепілдік беремін. Сонымен бірге, таңғы сағат 5-те оянасыз. Біреулер өзгеріске 1 жыл уақыт тым ұзақ деп айтуы мүмкін. Бірақ көптеген адамдар ондаған жылдар бойы дүйсенбіден бастап өмірін өзгертуге тырысады. Бұл жұмыс істемейтін техника. Мысалы, сіз тәтті жеуді тоқтатқыңыз келеді. Бірінші қадам, норманы орнатыңыз. Күніне 2 тоқаш, 1 шоколад және аптасына 30 қасық қант. Екінші қадам, өз нормаңызды пысықтаңыз. Үшінші қадам, зиянды өнімдердің мөлшерін азайтып отырыңыз. Аптасына 1 рет 1 тілім шоколадты немесе 1 қасық қантты алып тастап отырыңыз. Біз тез нәтиже алғымыз келеді. Тез байып, даналық пен сау денеге және бақытқа тез қол жеткізгіміз келеді. Бірақ біздің миымыз тез өзгерісті ұнатпайды. Ол тепе-теңдікті қажет етеді және кез келген өзгерістерге қарсы тұрады. Біздің міндетіміз өзгерістерді соншалықты кішкентай ету. Дене өзгерістерді байқамау үшін мұны қалай жасауға болады? Қағаз парақ алып, өзіңіздің керемет нұсқаңызды жазып шығыңыз. Тамақтану, күн режимі, қоршаған орта, күніне оқылған кітап бетінің саны, жаттығуларға, әлеуметтік желілерге, ойын-сауыққа қанша уақыт жұмсайсыз және шығармашылыққа, жасампаздыққа, медитацияға және тағы басқаларына қанша уақыт жұмсайсыз, соны жазып шығыңыз. Өмірдің әр саласын алыңыз. Енді басқа парақты алып, қазір қайда екеніңізді жазыңыз. Қандай тәрбие, қандай күн тәртібі, қандай белсенділік және тағы басқалары. Енді сізде бастапқы нүкте бар. Соңы бар түзу сызық сызып, оны тең сегменттердің үлкен санына бөлу қалады. Содан кейін сегменттің әр нүктесін күнтізбеңізге салыңыз. Егер сіз мүлдем медитация жасамасаңыз, бірақ 1 жылдан кейін 1 сағат медитация жасағыңыз келсе, сізге апта сайын медитация уақытын 1 минутқа көбейту керек. Сіз бір уақытта зиянды ортадан құтыла алмайсыз. Сіз тек қажет емес адамдармен уақытты біртіндеп қысқартасыз. Осы ережелерден кейін сіз бүкіл өміріңіздің өзгергенін білесіз. Сіз таңертең жүгіресіз, шығармашылықпен айналысасыз, мұзды душтың астында 10 минут тұрасыз және өзін өзі тәрбиелейтін адамға айналасыз. Сізге сәттілік тілеймін.